Каспий KZ мобильді қосымшасында қалай жеке кәсіпкерлікті ашады? Каспий KZ мобильді қосымшасында ЖК оңай әр жеңіл ашуға болады. Мемлекеттік қызметтер сервисін таңдаңыз. ЖК тіркеу деп өтіңіз. Және ЖК тіркету деп басыңыз. ЖК кәсіпкерлікті тіркеу үшін қажетті деректер көрсетілуі тиіс сауалнама ашылады. Кейбір жолдар автоматты түрде толтырылған. Атауы бұл сіздің тегіңіз. Және мекен-жай сіздің тіркелген жеріңіз. Егер өз ЖК-ге басқа атау бергіңіз келсе, және басқа мекен-жайда бизнес жүргізгіңіз келсе, онда деректерді өңдеуіңізге болады. Қаланы және салық органын өзіңіз көрсетуіңіз керек. Ол үшін түсетін тізімнен ЖК-ңіздің мекен-жайына сәйкес келетінін таңдаңыз. Бұдан кейін негізгі қызмет түрін, болашақ бизнесіңізді ең дұрыс сипаттайтынын таңдаңыз. Қажеттісін жылдам табу үшін, сіз іздеу жолына қызмет түрінің атауын немесе ЭКЖЖ кодын енгізе аласыз. Сондай-ақ сізге ыңғайлы болу үшін, тізімнің басында ең көп таралған нұсқалар көрсетілген. Негізгі түрінен басқа, сіз қызметтің 4 қосымша түрін көрсете аласыз. Сізге сай келетін салық салу режимін таңдаңыз. Фото анықтаудан өтіңіз. Және де Каспий ЭЦК көмегімен құжаттарға онлайн қол қойыңыз. 1 сағат ішінде хабарлама сервисінде сізге ЖК тіркелгені туралы растама келеді. Міне, осылайша тез әрі оңай жеке кәсіпкерге айналдыңыз. Енді сіз өз ісіңізбен заңды түрде айналысып, бизнесті кеңейтіп, басқа компаниялармен өзара серіктестік қарым-қатынас орната аласыз.